26 ақпан күні солтүстік Қазақстан облысында дауыл, боран және көктайғақ салдарынан барлық бағыттар бойынша облыстық жолдар жабылды. Апаттың туындау қаупінің артуына байланысты қозғалыс тоқтатылған болатын. Дегенмен көктайғақ тек қана автокөліктердің ғана емес, адамдардың да жүруіне қиындық туғызуда. Гололед падаем. Көктайғақ, келе жатып құлаймыз. Қалалық әкімдік қайда? Жолға топырақ та, тұз да себілмеген. Автобустан міне түсіп құлап қалдым. Главное, чтобы никто не падал. Басы осындай ауа райында травмпунктте кезектер болмаса болды. Коммуналдық қызметтер жолды тазалап үлгеріп отырса болды мынамыздан. Который застывает. Қатты көктайғаққа қарамастан травматологиялық пункттегі жағдай қалыпты. Өтініш білдірген адамдардың саны өскен жоқ. Өткен жылы мамандардың көмегіне көктайғақта күніне 100 не болмаса, одан да көп адам жүгінген екен. Қазір олардың саны 40-қа жуық. Позавчера у нас в городе было резкое падение. Кеше оның алдында біздің қаламызда ауа температурасының күрт төмендеуіне байланысты жолдарда көктайғақ пайда болды. Дегенмен біздің көмегімізге жүгінгендердің саны өскен жоқ. Сол бір қалыпты қалды. Кеше күні 39 зардап шеккен адам жүгінді бізге. Соның ішінде 20-сы көшеде жарақат алған. Пострадавших. Мамандардың айтуынша кешегі күннің салдарынан жарақат бөлімінің көмегіне ешкім жүгінбеген екен. Жолдағы жағдай да бақылауда болды. Дегенмен әлеуметтік желілерде сағат сайын жолдардың әртүрлі учаскелерінде көлік құралдарының жолда тұрып қалған видеолар тарап кетті. Дорога, местами гололед, снежный накат по всей трассе, сдерживаем транспорт в связи с погодными условиями. Ағымдағы жылғы 26 ақпанда облыс аумағында ауа райы бұзылып, боран және тайғанақ болуына байланысты облыстық маңызы бар және республикалық маңызы бар автожолдарда автокөліктерге шектету енгізілген. Патрульдік полиция батальонының қызметкерлерімен аталған шектету енгізілген орындарында қажетті көмек көрсетілді. Мысалға, Мағжан Жұмабаев ауданының Челябі Новосібір республикалық маңызы бар автожолында автокөліктердің жиналып қалуы орын алды. Бірақ патрульдік полиция қызметкерлерімен аталған автокөліктердің өту колонналарына ілестіру жүзеге асырылды. Облыс бойынша барлығы 41 жол учаскесінде, оның ішінде 4 республикалық және 37 жергілікті маңызы бар жолдарда қозғалыс тоқтап тұр. Индира Хатқызы, Азамат Елубаев, Первый Северный.